Сәлеметсіздер ме? Сонымен балалар, бүгін бізде осындай көлемді пішіндермен жұмыс жасайтын боламыз. Егер сізде үйде пластикалық дөңгелек шарлар болса, немесе осындай ұқсас ойыншықтардан қалған бөліктер болса, оны да қосуға болады. Негізінде уызы алынып тасталған жұмыртқа қауырсындары қажет болады. Оны аналарыңызға айтып, көмек көрсетуін сұраңыздар. Шикі жұмыртқаның төбесінен, табанынан тесе отырып, инемен барлық сұйық заттарды төгіп, кептіріп, осындай қауырсын жұмыртқаның пішінін алуымыз керек. Ал егер аналарыңыздың пісіріп берген жұмыртқаларына оған ермексаздан бетін жауып, түрлі пішіндер жасап, көркем жұмыстар жасауға болады. Ал бүгінгі сабақта біздер бет келбетінің бейнесін саламыз. Сіздер бұл адам келбетінің көз, мұрын, ерін, бөліктерін білесіздер, қалай салу керек екенін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көңілді, көңілсіз сайқымазақтың бейнесі. Сайқымазақ, былай айтқанда, клоун деп айтылады. Бұл сайқымазақтарды сіздер цирктен, теледидардан, түрлі кітап әдебиеттерден бейнелерін көріп жүрсіздер. Мүмкін біреулеріңіз сондай көңілді тапқыштар клубына барған боласыздар, немесе циркке барып көрген боларсыздар сайқымазақтарды, немесе бір қандайда бір мерекеде көріп білген боларсыздар. Алдымен жұмыртқа тәрізді пішіннің төбе мен табан бөліктерінен қарындашты ала отырып тік сызықтарды жүргіземіз. Болашақ сайқымазақтың бет әлпетінің симметрия сызығын сызамыз. Және көлденеңінен сызық жүргіземіз. Бұл орында бізде көздің деңгейі орналасады. Жай ғана қарындаштың көмегімен сол жақ бөліктен және оң жақ бөліктен көздің пішінін бейнелейміз. Әзірге тек қана жай қарындаштың көмегімен жұмыс жасаймыз. Негізінде сайқымазақтың қастары ірі, көлемді болып келеді, жіңішке. Бұл сайқымазақтың таң қалғанын білдіріп тұрады. Келесі кезек мұрынның бейнесін көрсетеміз. Мұрынның аяқталу бөлігі көріп отқандай. Осы орында ермексаздың үлкен бөлігімен пішін жасайтын боламыз. Әрі қаратай күліп тұрған сайқымазақтың ерні. Егер сіздердің бейнелеріңізде сайқымазақ күлімсіреп осындай бейне қалыпта болса, келесі бейнені біздер енді көңілсіз күйге талпындырамыз. Дәл солай көлденең сызық және тік сызықтарды, осьтік сызықтарды сыза отырып жұмыртқа бетінде әрі қарата көздің бейнелерін бейнелеуді бастаймыз. Бұл көңілсіз күйдің бейнесін шығаруымыз керек. Ол үшін көзді төмен түсіре отырып жыламсырап тұрған көздің бейнесін көрсетеміз. Қастары бір-біріне қосылыңқы болып келу керек. Көңілді күйде қастары жоғары көтерілсе, бұл жерде қастары бір-біріне қосылыңқырап
еріндері салбырап, көздері жыламсырап, көңілсіз күйдің бейнесін көрсетуіміз керек. Сайқымазақтың ернін мінекей көріп отқандағыдай көлденең түсіре отырып, төменге езулерін төменге түсіреміз. Ал күліп тұрғанда езулері жоғары шырайлы болып тұрса, бұл жерде көңілсіз күйде езулері төменге түсіріңкі, салбыраңқы, мазасыз күйді көрсетеді. Мінекей осындай екі пішінді салыстырып қарасақ, еріндерін, көздерін, мұрындарын, қастарын байқауға болады, бір-бірінің айырмасын. Әрі қарата артық сызықтарды көшіре отырып, келесі кезеңге кірісеміз. Енді бізге фломастер бояуы қажет болады. Қастарын бояймын. Маркер бояуын да алуға болады. Түрлі түсті қылыпта жасауға болады, клоунды немесе бір түсті қылыпта кейпін көрсетуге болады. Қастарын, қиғаш қастарын маркердің фломастердің ұштарымен бояп отырып, көздің де қабақтарын сызып бейнелейміз. Әрине көздің қабақтарын қара қылып сызып алмау керек. Жасыл түсті фломастермен көздің нүктелерін белгілейміз. Және кірпіктерді де қосамыз. Көңілді көріністі осылай толықтырамыз. Енді ерін алқызыл түсті бояуменен ернінің пішіндерін көрсетеміз. Еріндері жадыраңқы, езулері жоғары көтеріңкі, көңіл күйі көтеріңкі, осындай көңілді бейненің жалғастырамыз. Сайқымазақтар еріннің айналасын осындай контур тәрізді қара немесе әртүрлі ақ түстермен бояп, ерінді кейіпті аша түсетіндей осындай бейнелерді қарастырамыз. Әрі қарата ермексаздың бір бөлігін ала отырып, қызыл түсті ермексазбенен шар жасай отырып, сайқымазақтың мұрнын белгілеп қоямыз. Әрі қарата көңілсіз күйдегі сайқымазақтың бейнесін толықтырамыз. Көз қарашықтарын, қастарды, қабақтарды бейнелейміз. Кірпіктерді төменге түсіреміз. Бұл жерде өте көңілсіз күйді көрсету үшін осындай кірпікті төменге түсіру арқылы бейнені толықтыруға болады. Енді ерін бөлігін бояймыз. Ал қызыл түспенен төменге түсіңкі көңілсіз еріннің бейнесін жасаймыз.
Құдды бір біздің сайқымазағымыз жыламсырап тұрған секілді. Сондай аянышты кейіпті көрсетуіміз керек. Кішкене жас бөліктерін көк түсті фломастермен көрсетіп қоюға болады. Бұл жерде енді мұрынға алқызыл түсті ермексаздан қоса отырып мұрынның пішінін жасаймыз. Егер сізде алқызыл түсті ермексаз болмаса, мұнда басқа түстерден қосып араластырып жасауыңызға болады. Мінекей балалар, екі осындай бас бөліктің пішінін жасадық. Әрі қарата сайқымазақтың бас бөліктерін құрастыруымызға болады. Бас киім немесе шаштарын түрлі түсті, алдыңғы орамаларын, мойнын жасауға болады. Алдым ермексаздан осындай пішіндер жасап отырып, жіңішке шиыршықтап орап отырып, бұйра шаштың пішінін жасаймыз. Әрине, түрлі түсті шаштарды жасауға болады. Мінекей осындай бұйра шаштың пішінін жасап болдық. Енді бас киімнің пішінін жасаймыз. Мен мысалға мындай жасыл түсті ермексазды алып жайма жасаймын, дөңгелек пішінді. Қолдарыңды жеңіл, жіңішке матадан жасалған негіз секілді осындай ермексаз тіндері болу керек. Саусақтарымызға орай отырып, конус пішінді осындай бас киімнің пішінін жасаймыз. Әрине, өздеріңіздің қиялдарыңызға байланысты түрлі қылып түрлендіруіңізге болады. Мінекей осы пішінді мен сайқымазақтың бас бөлігіне үйлестіремін. Мінекей сайқымазағымыз бас бөлігімен, бас киіммен әсерленіп түрленді. Келесі егер сіздерге бұйра шашты жасау қиын болып жатса, онда басқа жеңіл түрін алуға болады. Сұр ермексаздан осындай пішіндерді жасай отырып, стек құралының көмегімен осындай шаштың тармақтарын бөле отырып пішін жасаймын. Дәл осындай пішінді жабыстыра отырып, бастың жоғары бөлігіне жабыстыра отырып, шаштың кейпін жасауымызға болады. Екі жақтан да жасауға болады, және бір жағына бір түсті, екінші жағына екінші түсті жасауға. Ал менде барлығы да бір түсті болып шаштың пішін жасадым. Және соңғы бөлік бас киімнің, француз үлгісіндегі бас киімнің пішінін жасап жатырмын. Мінекей осындай сайқымазақтардың бейнесін көріп отырсыздар. Сонымен балалар, мен де осындай қызықты сайқымазақтың бейнелерін жасап болдым. Сіздерде де солай қызықты жұмыс жасады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.